Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Деп не түйін жел ұшырса ешкіні аспаннан көрерсің дейді. Мен бана бір ақпаратты қате айтыппын, оны айтып қойған соң өзім де ойланып қалдым. Демократия мен диктатураны салыстырып осының алдындағы бейнеде видеода Вашингтон өз енді Америкадағы жүйені қалыптастырып конституцияны жазды ғой, енді содан бері өзгермей келіп отқан. Екі рет тек Американ президенті 4 жылдан 2 рет ақ сайлануға рұқсат деп жазған ғой сол жерде. Содан кейін ол 2 рет сайланған соң халық сұраған ғой, Вашингтон, сен тағы отырсаң енді жақсы екенсің десе, мен өзім жазған нәрсемді өзім бұзсам менен кейінгілер де бұзады ғой деп айтқан екен. Мен соны буш деп қойыппын. Мен тіркелушілерім барлығы жақсы екен, барлығы түзеп жатыр, қате айтыпсың деп. Біреулер қағазға жаза басаңшы айтатын нәрселеріңді ұмытып қала бересің дейді. Мен өйтіп жазып көргем. Мен осы қалай бар солай айтам. Ұнасаға ұнайды, ұнамаса реніш жоқ. Деп бағана біреу пікір жазып жіберіпті. Кадыров кетті деп. Енді әлеуметтік желілерде Рамзан Кадыров, реанимацияға түсіп қалды. Рамзан Кадыров не еді? Госпитализировать дей ма? Общий Рамзан Кадыров больницада. Бейресми ақпараттарда ол енді өмір ұзын болсын, ешкімге өлім тілемейміз, бірақ бейресми ақпараттарда қайтыс болып кетті деген ақпараттар шығып жатыр. Біраздан комментарий жазыпты. Одан кейін қазір бір жағдай болды, мен оны бағана бір оқыған едім. Ол мүмкін өтірік шығар деп мен бермедім. Жұмыстан шаршап келіп, шай тамақ ішіп, Желмаяның баласы, Құдайға шүкір айтар, қайда барса да мені алып жүреді да. Мына жүр, шай ішеді, мені шақырып шай ішеді баламш. Сол ұқтап қазір тағы бір әлеуметтік желіні ақтарып қалсам. Американың мемлекеттік министрлігі деп айтайықшы, сыртқы істер министрлігі, Ресейде жүрген америкалық адамдар, Американың азаматтары естерің бар кезде Ресейден шығып кетіңдер деген әңгімені айтыпты. Бұл не әңгіме айтты деп ойлайсыздар? Мен ойлаймын, енді Рамзан Кадыров аман болсын. Енді оның халқы да, оған қарсы халық та бар. Украина жақта соғысып жүрген Чеченстанды азат қыламыз деген оған қарсылар да бар. Енді бұл өмірде ешкім ақ емес қой. Бірақ ешкімге өлім тілемеймін, бірақ Рамзан Кадыров өліп кетсе, ол Путинге өте ауыр тиеді. Неге десеңіздер, Рамзан Кадыров жай ғана Чечен президенті деп енді біледі көбісі, бірақ ол көп нәрселерді, көп жерлерде оның кәдімгідей қалай айтсам, күші басым, кез келген жақтан болсын, черный мирден болсын, белый мирден болсын, красный мирден болсын, енді ол кетіп қалса Чеченстан шайқалуы мүмкін. Ол шайқалса Путинге минус болады. Енді Ресейдің ішінде жүрген тәуелсіздік аламыз деп жүргендер енді тәуелсіздік Аллах тағала нәсіп етсе алсын, алмаймыз десе алмасын. Енді бір соққы осы болса, екінші соққы Америка неғып ондай мәлімдеме жасады. Осының алдында ғана ойбай Путинге шабуыл жасаған егер шын болса, ол енді дұрыс болмапты, келісімге келейін деп жатыр едік деген әңгімені айтқан еді. Трамп, бірақ оны тексеру керек деді. Кеше Американың тыңшылық бақылау ұйымы ЦРУ дей ма? ЦРУ айтыпты, Путиннің резиденциясына шабуыл жасалмаған, ол өтірік деп. Оның алдында да ақпараттық кеңістікте айтқан еді, 89 беспилотник бар, бұрды, соның 91-ін атып түсірдік деген еді. Бұл қалай есепке тура келмейді ғой деген сияқты. Және де мынау Белоруссияның белбасы, кешеге де айттым ғой деймін мен. ЮАР деген Южный Африканская республика шығар, анау қара жігіт.
қызыл шапка киіп алған. Мен қайта айтпасам, сол жерге БРИКС жиналысы болады екен. Сол жерге барғанда Путинге айтыпты, баратын болсаң абайла, саған қастандық жасауы мүмкін депті. Америка тектен тек өзінің адамдарын шық деп айтпайды. Шығыңдар, шығыңдар деп айтпайды. Же болмаса, Украинамен келісетін келісімде Ресей тағы да қасарысып тұрып алды да, жоқ, біз 4 күнде аламыз дегенбіз, 4 жыл болып кетті, бірақ алатынбыз, аламыз деп. Алдында Путин де айтты, біз егер қағаз жүзінде, қағазбен келісіп, орысшаға тілінгемесе де, осы дипломатиямен қол жеткізбесек, біз әскери күшпен қол жеткіземіз деген еді. Оны Қырғызстанға барғанда да айтты, Ресейдің өзінің жиналыстарында да айтты. Әлем құбылып тұр. Келісім болмайды ау. Келісім болмайды ау. Келісім болмайды. Тектен тек адамдарын шығармай жатыр. Енді осыдан кейін кім айтады? Иран енді жан жолдасы Ресейге шахид дрондарын беріп келді ғой. Енді ол жерде қазір көтеріліс болып жатыр. Реза Пехлеви бұрынғы кімнің, Иранның шахының тақ мұрагері, енді ол қазір шетел оппозиция болып жүр ғой. Сол Иран халқына үн қатты, бағана оны айттым. Жаңа Иранның күн туайын деп тұр, сол күн туатын кезде бізбен бірге болыңдар деді. Трамп айтты, Иран жастарына оқ ату ол жақта қалыпты жағдай болса, атпасын деген сияқтыға келтірді. Егер Иран жастарына Америкадан қандай да бір көмек болса, біз көмектесуге дайынбыз деді. Ресейді қысып тұр әңгіменің ашығы. Же болмаса, Украинаға томагавка анау мынау барлығын беріп, батасын беріп жіберді ме? 95%-ға кешірім сұраймын, келісімге келіп қалдық деген әңгіме 1-3 күннен бастап бұндай ақпараттар шықпай қалды. Білмеймін. Аттан түссе де үзеңгіден түспей тұр деді ғой, мүмкін Путин айтты ма, господин Трамп, мы до конца деді ма, сондай бірдеңе деді ғой. Алдында да мына Медведевке әлеуметтік желіде ұстасып қалған кезде Медведевке айтқан еді, сен өзің президент болған кезде бір жөнді президент те бола алмаған едің деген еді. Ой, біз онда, мен президент болмасам да, біздің ядролық қарулар біз өліп кетсек, біздің ядролық қарудың бағдарламасының ішінде бір бап бар деді. Ресейдің басқарушы штабы өліп кетсе де, сол ядролық оқтұмсықтар енді көздеп қояды. Мысалға, әлемнің анал жеріне, Франция, анау Америка дегендерге көздеп қойғандарды, біз өліп кетсек те, біздің қызметкерлер соны басып, сол ядролық оқтұмсық жетеді. Трамп, сен бізге үйті әңгіме айтпа деп Медведев айтқан еді. Трамп айтты, жынның сандыраға келеді. Мына онша президент бола алмаған адам кезінде деді, Ресейге ең жақын әскери суасы сүңгуір кемелерін алып келіп айтты, 2 ядролық оқтұмсық Ресейге қарап тұр деді. Ең жақын деді, бірақ сендер білмейсіңдер олай қай жерде екенін деді. Жалпы сол не болды бұл? Неғып Америка, Трамп неғып адамдарын қайтып жатыр? Ойларыңыз жазыңыздар. Сіздердің ойларыңыз қымбат. Бұл біздің елге де өте, қалай айтсам екен, маңызды ақпарат. Күн батпас империяларында, күн батпас хандықтарында күні батқан әлемде мәңгі ешкім жоқ. Аллах тағала ғана мәңгі. Енді тәуелсіздігіміз мәңгі болсын деп дұға етеміз. Енді Ресей білмеймін не болады екен. Ресей сұрақ болып тұр әңгіменің ашығы. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.